Саламатсыздар ма достар, менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы осы коллекторский организациялар туралы, коллекторский компания, яғни осы коллекторский компанияда істейтін осы жұмыскерлері, олардың құқықтары, міндеттері туралы айтып кететін боламын. Ең алдымен сіздер осы заңда болып жатқан әртүрлі өзгерістерді біліп жүру үшін осы менің YouTube каналыма подписка жасап, осы шыққан видеолардың бәрін көріп жүрсеңіз, өзіңіздің құқықтарыңызды қалай қорғау керек екенін және оларды біліп жүресіз. Ең алдымен коллекторский организация туралы не білу қажет? Ең алдымен коллекторский организация ол көбінесе банктармен жұмыс істейді. Негізі сіз бір банктан айтайық кредит алдыңыз. Сіз белгілі бір кредитті алғаннан кейін ол жерде просрочка болуы мүмкін. Просрочка болып кейбір әртүрлі форс-мажор жағдайларға байланысты, мысалы сіз төлей алмадыңыз өзіңіздің кредиттарыңызды. Сіз осы өзіңіздің кредиттарыңызды төлей алмаған жағдайда банк осы өзінің сіздің қарызыңызды, яғни осы коллекторский компанияларға сатады. Бұл негізі договор факторинга немесе договор права уступка требования деп аталады, договор цессии деп те атайды оны. Осы екі договордың біреуімен негізі банк осы коллекторский организацияларға сіздің қарызыңызды сатады. Сіздің қарызыңызды сатқан жағдайда осы договорда банк пен коллекторский организацияның арасында көптеген шарттар болады. Сіздің қарызыңыз, сіздің аты жөніңіз, сіздің бүкіл данныйларыңыз, телефон, адрес, соның барлығы сол договорда негізі көрсетіледі, сіз туралы информацияның барлығы. Сол үшін сіздерге мысалы коллекторский организациялар содан кейін звондайды сіздің қарызыңызды банктан сатып алғаннан кейін. Олар сізге ең бірінші звондаған кезде өздерінің аты жөнін, қандай коллекторский организациядан осы звондап тұрғанын, олардың коллекторский организацияның орналасқан жері, қай қаладан, номер телефоны, соның барлығын негізі сізге айту керек. Сонымен қатар сізге звондап тұрған осы коллекторский организацияның жұмыскері өзінің аты жөнін полностью сізге бәрін айтуы керек. Сіз негізі осындай жағдайда телефонды записқа қойып, негізі олардың осы сөйлегендерінің барлығын записқа өзіңіз жазып алсаңыз болады. Негізі ол дұрыс даже. Бірақ сіз оны записқа жазғаннан алдында сіз негізі осы коллекторский жұмысып жатқан осы жұмыскеріне негізі айтып қойыңыз керек. Осындай. Мысалы мен сіздің осы біздің арамыздағы осы сөйлескен әңгімеміздің барлығын мен негізі жазып аламын записқа деп. Осылай айтқаннан кейін негізі записіңізді қоссаңыз болады. Содан кейін барып сөйлесесіз. Сол кезде мысалы коллекторский организациялардың көбісі звондаған кезде сразу бастайды. Сіздер осындай кісі, мысалы мен айтайын Спанкулов Маулен, сізде осындай кезде қарызыңыз бар, мен коллекторский организациядамын дейді. Ол қандай коллекторский организация, қай жерде орналасқан, кім звондап тұр, біз оны негізі білмейміз. Ал осындай сіз олардан сұрасаңыз, мысалы коллекторский организацияның жұмыскерінен осындай информациялардың барлығын, негізі олардың көбісі сұрақтан қашады. Сұрақтан қашқан жағдайда онда сіз просто телефонды қоя салыңыз, олармен сөйлесіп керек емес. Возможно, олар мошенник шығар, сіздерге жай ғана звондап, осылай қорқытып, просто ақшаларыңызды алып жатқан, сіз оны білмейсіз. Сол үшін негізі коллекторский организация звондағаннан кейін өздерінің қандай организациядан звондағанын айтады. Сол үшін мысалы коллекторский организацияның наименованиясында атында, компанияның атында коллекторская организация деген осындай жазу міндетті түрде болуы керек. Ондай жазу болмаса ол компанияның атында, значит ол коллекторский организация емес, ол заңсыз түрде сізден ақшаны шығарып алайын деп жатыр, өндіріп алайын деп жатыр. Соған байланысты коллекторский осы қызметкерлермен сөйлескенде организацияның осындай информацияның барлығын біліп сұрап алған дұрыс. Екінші жағдай, сіздерге осы коллекторский организациялар звондаған жағдайда сіз телефонды любой момент қоя салсаңыз болады, алмасаңыз да болады негізі. Коллекторский организацияның қызметкерлері сіздерге күніне 3 рет звондай алады. Бірақ күніне 3 рет звондаған жағдайда олар каждый өзінің звоногын сіздерге түсіндіріп айту керек, не үшін звондады, не жетпеді оларға, бір белгілі бір информациялар жетпей қалған шығар. Негізі ол информацияны сізге қатысты болған жағдайда, сіздің осы банкқа қарыз алған жағдайда кредитіңізге байланысты болса, онда сіз оны айтуға негізі міндеттісіз. Екінші жағдай, мысалы коллекторский организацияның қызметкерлері сіздің үйіңізге келуі мүмкін. Олар сіздің үйіңізге келген жағдайда сіз оларды негізі үйіңізге кіргізбесеңіз де болады, негізі жай ғана сол есіктен кіргізбей сөйлессеңіз де болады. Негізі солармен солай сөйлессеңіз, олар
үйіңізден кетпеген жағдайда, ондай жағдайда сіз полиция қызметкерлеріне звондап, 102-ге звондап, шақырып, міне менің үйіме біреулер кірейін деп жатыр деп түсіндірсеңіз, негізі сіздің құқықтарыңыз бұл жерде бұзылмайды. Сіздің жағдайыңыз бұл жерде дұрыс болады. Негізі коллекторский организациялардың қызметкерлері көбінесе өздерінің құқықтарын даже білмей, адамдарды қорқытып, угроза жасап, шантаж жасап, сіздің мысалы кредит алған жағдайда сіздің ата-аналарыңызға звондайды, сіздің туысқандарыңызға звондайды, интернет бойынша сіздің бүкіл достарыңызға негізі информацияны таратады. Осындай кісі, сіздің танысыңыз ба, осындай жағдай, бұл кісінің кредиті бар, төлемейді, төле деп айтыңыз деген сияқты негізі сіздердің достарыңызға, туысқандарыңызға барлығына жазуы мүмкін. Негізі бұл заңсыз жағдай. Бұндай жағдайды көрген жағдайда негізі сіз өзіңіздің құқықтарыңызды қорғау үшін сотқа жібере аласыздар. Негізі заң бар, о коллекторской деятельности деген 2017 жылғы, осы 2020 жылғы бүкіл өзгерістермен бірге. Сол жерде жазылған, интернет арқылы негізі олар уведомлять ете алады. Мысалы, сіз банкқа барып, кредит алған жағдайда, сіз екі адамның номерін көрсетесіз, доверенное лицо ретінде. Мысалы, сізге сіздің телефоныңыз сынып қалса, немесе сіз за границу шығып кеткен жағдайда, мысалы, сіздің телефоныңыз недоступный, сізге ешкім звондай алмайды. Сол жағдайда, мысалы, екі адамның номерін көрсетесіз, соларға звондап, сіз жайлы бүкіл хабардың бәрін біліп отырады ол кісілер. Осы екі адамнан басқа ешкімге басқа сіздің бүкіл информацияларыңызды таратуға олардың құқықтары жоқ. Осындай угроза жасап, оның барлығын мен айтып отырмын, сізге запись жасап алсаңыз, одан кейін сол адамды сотқа бере аласыз. Екінші жағдай. Мысалы, коллекторский организация өзі негізі құқықтарыңызды бұзып жатқан жағдайда жалобаны қайда жазуға болады тағы да. Негізі заңда коллекторской деятельности ол жерде уполномоченный орган деп аталған, бірақ оны негізі көбісі түсінбейді. Ол қандай орган, қайда жазам жалобаны, кімге жазам деп. Соған байланысты мен сізге айтып кеткім келеді. Бізде мемлекетте осындай орган бар, государственный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовая организация деген. Осы негізі государственный органға жалобаңызды жазасыз. Осындай коллекторская организация өзінің құқықтарын, менің құқықтарымды бұзып жатыр, өзінің міндеттемелерін бұзып жатыр деп. Солай жазған жағдайда коллекторская организацияға осы госорганнан адамдар барып, осы шын ба, өтірік па, соның барлығын тексеріп, содан кейін барып жауапкершілікке тартады. Келесі жағдай. Мысалы, көбінесе осы коллекторская организациялардың көбісі, аттарын айтпай қойын, бірақ ондай организациялар бар. Мысалы, банктан сіздің қарызыңызды сатып алған жағдайда, мысалы айтайық, сіз 1 миллион кредит алдыңыз. Сол 1 миллион кредиттің, мысалы, сіз 500 мың теңгесін жаптыңыз. 500 мың теңгесі қалды просрочкамен, ол жерде үстіне пеня қосылды, 90 күнге дейік, сол кезде бір 700 мың үстіне қосылды дейікші, в общем, былай айтқанда примерно. Сол 700 мыңды ғана сізден коллекторская организация негізі требовать ете алады, сізден сұрай алады. Кейбір организациялар болады, осыны мысалы 500 мыңға сатып алды, 700 мыңның қарызын бүкіл пенялармен қосып, үстінен тағы да ақша қосады өздері. 200 мың, 300 мың қосып, сізден сол кезде 1.300.000, 1.200.000 мыңдай сізден сұрап алады. Негізі бұл заңсыз. Сол үшін, бұның алдын алу үшін сіздер коллекторская организацияға өзіңіз барып, мысалы сізге ең бірінші рет звондайды ғой телефонмен, сол кезде адресін бәрін жазып алыңыз, телефон номер, аты қандай коллекторская организацияның. Содан кейін сол коллекторская организацияға барып, сол жерден өзіңіз бүкіл договорларын, банкпен болған договорын бәрін сұрап, копияларын алып, сол жерде танысып, содан кейін барып, негізі коллекторская организациямен сіздер график жасай аласыздар. Сіздер сол график жасаған жағдайда, сол графиктан көп төлемейсіз, аз төлемейсіз. Мысалы айтатын болсақ, сол 700 мыңды мысалы сіз бөлдіңіз, белгілі бір 3 жылға бөлдік, тек 2 жылға бөлдік, мысалы 50 мыңнан, 20 мыңнан бөлесіз, содан артық төлемейсіз, содан аз төлемейсіз. Негізі бұны жасау үшін сіз өзіңіздің официальный письмо жазып, грамотный, заңды түрде коллекторский организацияның директорынан, кімнің атынан соның барлығын жазып, статьялардың барлығын қосып заңда, сол письмоны апарып өткізесіз. Содан кейін барып тағы заявленияны танысу туралы жазасыз. Сондай жағдайда сіз осы бүкіл банк пен осы коллекторский деятельность арасында болған бүкіл договор, бүкіл переписка, соның барлығымен танысуға құқықтарыңыз болады. Содан кейін барып сіздің график бойынша сізге ответ береді сіздің письмоңызға. Сол письмоны алғаннан кейін барып, кешіріңіз.
Осы письмоны сіздер алғаннан кейін барып уже сіздерге определенный график жасап береді. Сол график бойынша сіздер уже ай сайын негізі төлейсіз. Так, негізі осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Белгілі бір сұрақтарыңыз болса, консультация алғыларыңыз келсе, белгілі бір кеңес, ондай жағдайда осы видеоның астында негізі WhatsApp ссылка қалдырамын. Сол WhatsApp ссылкаға өтіп, негізі маған өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыздың барлығына жауап берем. Қазіргі кезде негізі өте көп сообщениялар келіп жатыр. Кейбіреуіне үлгермей жатырмын жауап беріп, бірақ барлығына жауап беремін. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.